Сәлем достар, бүгін Йеллоустоундағы соңғы күніміз. Саяхатымызды Mammoth Hot Springs'тен бастадық. Бұл жер шамамен мыңдаған жылдар бойы жер астынан көтерілген ыстық су әктес қабаттарынан өтіп, минералдарды жер бетіне шығару нәтижесінде қалыптасқан. Сол минералдар жиналып, бірегей ақ түсті террасалар түзген. Кейбір террасаларға түрлі түстер беретін микроорганизмдер өмір сүреді. Mammoth Hot Springs аумағы үнемі өзгеріп тұрады. Бір жерде су тоқтап қалса, екінші жерден жаңа бұлақ пайда болуы мүмкін. Сондықтан бұл Йеллоустоундағы ең ерекше әрі үнемі жаңарып отыратын табиғи нысандардың бірі саналады. Devil's Dump. Шайтанның саусағы деген ме? Linda Ronstadt. How much steps? Living sculpture дейді. Көрдің бе анау шыға бергесін походу өзгере береді формасы, сосын living sculpture деп аталады. Жаңбыр күшейіп бара жатыр. Hot Springs деген осы ма? Солардың бір ұнайтындары күшті балалармен тауға шығып жүре береді. Смотрелая площадка дамс. Осы жерден ағып кетіп отыр астында да. Водопад. Final point. What final point? Norris Geyser. Одан кейін Norris Geyser Basin деген геотермалдық аймағына бардық. Бұл Йеллоустоундағы ең ыстық, ең ежелгі және ең белсенді геотермалдық аудандардың бірі. Мұндағы жер асты температурасы өте жоғары болғандықтан көптеген жерден бу көтеріліп жатады. Гейзер қайда бар? Бизондар сонда бар. Сосын білесің бе? Ана бизондардың көтендері терісі жоқ қой. Сол осындай суларға құйрықтарын беріп жатады, ана шығасын. Осында әлемдегі ең биік белсенді гейзердің бірі Steamboat Geyser бар. Оның атқылауы алдын ала болжанбайды, бірақ белсенді кезде су бағаны 90 метрден де жоғары көтерілуі мүмкін. Ғалымдар бұл аймақты Йеллоустоун жанартауының астындағы геотермалдық жүйелерді зерттеу үшін маңызды орындардың бірі ретінде пайдаланады. Okay, Meta, take a video. Йеллоустоунға
Саяхатымыз осымен бітті біздің да. Қазір 16 сағат жолға шығамыз үй жаққа. Осылайша Йеллоустоундағы соңғы күніміз де аяқталды. Бірнеше күн ішінде біз гейзерлерді, сарқырамаларды, каньондарды, жабайы жануарларды және таңғажайып табиғатты көрдік. Йеллоустоун бізге ұмытылмас әсер сыйлады. Және бұл жердің неге әлемдегі ең ерекше ұлттық парктердің бірі саналатынын өз көзімізбен көрдік. Келесі саяхатымызда кездескенше сау болыңыз. Орта жолда бір заправкаға келіп тамақ ішейін деп жатырмық. Вьетнамист. Осылай біз таң атпай үйге жетіп алдық. Таңғы сағат 6 екен.